Подростковый периодта баланы өзімізге қалай тыңдатамыз? Ең бірінші жағдайға қарай баланың эмоциясын бақылаймыз, тыңдаймыз. Ол эмоцияны тыңдау, бақылау бала үшін де, ата-ана үшін де өте маңызды. Екінші, егер сіздің балаңыз сізге эмоциясын көрсетсе, яғни ашуланып, ызаланып, сабақтан оралатын болса, онда оған бірденен сөзге тартасыз. Саған бүгін көңіл күйің жоқ қой, байқаймын сенің настроениең қайқа кетті деген сияқты әзілмен болса да білмеймін жеткізесіз, оны анықтайсыз, сөйлесесіз. Үшінші, эмоционалды жағдайын анықтағаннан кейін оның жай-күйін жеңілдетесіз, былайша айтқанда сырласасыз, сөйлесесіз, әңгімелесесіз, оның шешілмейтін түйін болмайтынын айтасыз. Және ашуланған кезде